Алматы облысының Жаркент өңірі аты әлемге әйгілі суретші, қылқаламның атасы атанған Қазақстанның халық суретшісі Әбілхан Қастеев, күміс көмей, жезтаңдай, бұлбұл үндәніші, Қазақстанның халық артисі Дәнеш Рақышев, қоғам қайраткері, саясаткер, саяси ғылымның докторы, профессор, академик Қуаныш Сұлтанов, жазушы, тарихшы, этнограф, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш сыйлығының иегері Бексұлтан Нұржекеев, желтоқсаншы ерлеріміз Ербол Сыпатаев пен Ләззат Асановаларды өмірге әкелген өлке. Жаркент қаласындағы балалар кітапханасы 1964 жылдан қаламыздағы 9 орта мектеп оқушылары мен 2 колледж студенттеріне, көптеген балабақша тәрбиеленушілеріне өз қызметін қалтқысыз ұсынып келеді. Елімізде балалар оқуына жете көңіл бөлу мақсатында 2021 жыл балалардың кітап оқуын қолдау жылы деп жарияланды. Және бұл жоба жалғасын табуда. Аталмыш жоба және облыстық оқуға құштар оқырман жобасы аясында былтырғы жылы 27 аудандық жылдам оқу және мақал мәтел сайысын өткіздік. Нәтижесінде облыс көлемінде бірінші дәрежелі дипломды жеңіп алдық. Жас оқырмандарымыз Иса Яру республикалық сайыстан бірінші орынды жеңіп алса, Әділхан Мәншүк пен Қалибек Айзере екінші орынды иеленді. Республикалық оқитын ұлт жобасы аясында бір ел бір кітап акциясы өз жұмысын жалғастыруда. Акцияда халқымыздың біртуар ұлы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының шығармалары насихатталып, шаралар ұйымдастырылуда. Біздің кітапханада табиғатпен өмір сүр атты танымдық жоба 2021 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Жобаның мақсаты балаларды кітапханаға тарту, қоршаған ортаны танып біліп, табиғатты аялауға, қамқорлық жасауға үйрету. Жоба аясында 15 көпшілік іс-шаралар өткізіліп, 177 бала кітапханаға оқырман болып жазылды. Ал кітапханадағы жазғы кітап жобасы жазғы демалыс кезіндегі балалардың бос уақытын кітап оқуға бағыттау мақсатында ұйымдастырылған. Жоба аясында 3 маусыммен жұмыс істейтін Жаркент Тарасан сауықтыру санаторийі мен Қарлығаш спорттық сауықтыру және демалыс лагеріндегі балалармен көпшілік іс-шаралар дайындалып өткізілді. Нәтижесінде 890 бала кітапханамыздың кітап қорын пайдаланды. Сөзімнің соңында мамандығым мақтанышым деп айта жүріп, қиындығы мен қызығы мол қызметімді атқарып келемін. Балаларша ойлау, балаларша ойнау, балалармен сырласудың өзі бір бақыт дер едім.